Педагогикалық идеялар панорамасы 2023 бейне сабақтар мен бейне дәрістері республикалық байқауының облыстық кезеңіне қатысуға өтінімдерді қабылдау аяқталды. Өңірлік кезеңге 1000-нан астам педагог қатысты. Байқаудың республикалық кезеңінің қорытындысы желтоқсан айында белгілі болады. Биыл қарашаның 19-27 аралығында Экспо халықаралық көрме орталығында республикалық World Skills 2023 чемпионаты өтеді. Бұл туралы Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің ақпараттық кеңесінде белгілі болды. Чемпионат 7 бағыт және 30 құзыреттілік бойынша өтеді. Оған республиканың 20 өңірден 545 қатысушы, 520 сарапшы қатысады. Ауыл мектептері оқушыларының республикалық олимпиадасы биыл қараша және 2024 жылдың қаңтар айларында алғаш рет өткізіледі. Аталмыш бастама қала мен ауыл мектептері арасындағы алшақтықты азайтуға бағытталған. Бұл туралы Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінде өткен аппарат отырысында белгілі болды. Елімізде әзірленген жаңа модель мектепте тамақтану мәдениетін қалыптастырудың кезеңдік іс-шаралар кешенін қамтиды. Пилоттық жоба Астана қаласының 6 мектебінде жүзеге асырылуда. Аталған модель оқу-ағарту министрлігінің бастамасымен ұлттық салауатты тамақтану орталығымен бірлесіп құрылды. Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев Франция елшісімен кездесті. Тараптар қазақстандық мектептердегі француз тілі педагогтерінің біліктілігін арттыру, олардың кәсібилігін дамыту, сондай-ақ білім сапасын бағалау, цифрлық технологияларды дамыту мәселелерін талқылады.